Абу Бәкір радиаллаху анху мынау таразы жөнінде айтады. Иннама сақула мизану ман сақула мизануху. Таразысы ауыр болған адамның таразысы ауыр болады дейді. Лианнаху удиа фихил хақ. Себебі таразыға оның таразысына ақиқат қойылған дейді. Ва хаққун ли мизанин якуну фихил хаққу ан якуна сақилан. Ішінде ақиқат болған таразы ол ауыр болады дейді, міндетті түрде. Бұл не деген сөз? Яғни адам әрдайым тура болатын болса, өзі дұрыс болатын болса, онда ол екі өмірде де ұтады. Алла Тағала Құранда айтады: алейкум анфусакум. Сендердің міндеттерің өздеріңді қадағалау дейді. Өздерің дұрыс болыңдар дейді. Сосын айтады: ла ядуррукум ман далла иза ихтадайтум. Сендер егер тура жолда болатын болсаңдар, сендерге адасқандардың ешбір зияны тимейді дейді. Егер сен жығылған жардың басында жүрмейтін болсаң, бәле жетпейді саған деп отыр. Әртүрлі мысалы, жаңағы неге құрбан болып отқандар бар. Біреуді пышақтап кетеді, біреуді атып кетеді. Қай жерлерде? Ночной клубтың алдында, ресторанның алдында, бір нәрсе, сондай көп жағдайда, барлық жағдай. Неге? Себебі жығылған жардың басында жүр ол. Өзі дұрыс болған жоқ ол. Сол жерге барып, харамды көрді, харамға араласты. Содан кейін Алла Тағала солай жеткізіп отыр оған. Адасқандардың, болмаса басқа да мысалы қылмыскерлердің зиян тиді оған. Өзі дұрыс жүрген жоқ. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: "Қул аманту билла фастақим" дейді. Аллаға иман келтірдім деді, тура болшы дейді. Ақиқат жолында болшы дейді. Болды, саған ешкім зиян тимейді. Шын мәнінде қажет болатын болса, анау кезінде болды ғой ондай кезең. Разборкалардың кезеңі. 90-шы жылдары. Қазір де бар дейді, кейде болатын. Егер қайсы тарап мысалы үшін прав болатын болса, сол разборкаларды жеңіп шығады. Себебі ол дұрыс оның. Сөзі де, ісі де барлығы дұрыс болып тұр. Яғни ақиқат онымен бірге, ол жеңіп шығады. Арғы айтады Абу Бәкір радиаллаху анху: "Ва иннама хаффа мизану ман хаффа мизануху лианнаху удиа фихил батил." Таразысы жеңіл болған адамның таразысы жеңіл болады дейді. Себебі оның таразысына жалғандық қойылды дейді. Яғни дұрыс емес нәрсе, бұрыс нәрсе қойылды. Таразысында бұрыс нәрсе дейді. Ва хаққу ли мизан ан якуна фихил батил ан якуна хафифа. Дұрыс, ішінде дұрыс емес нәрсе болған, жалғандық болған таразы ол жеңіл болады дейді. Ол басқа, оның жағдайы басқаша болмайды дейді. Сондықтан Алладан сұрауымыз керек, біздің таразымызда ақиқат болсын. Біздің таразымызда тек қана туралық болсын. Біздің таразымызда тек қана дұрыстық болсын. Егер біз өзіміз дұрыс болатын болсақ, онда бізге ешкім зиян тимейді. Сол дұрыстығымызды Алла Тағала ертең таразымызға қояды.